Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Али Кизет. Бүгін біз Майнкрафт ойнаймыз әрине. Бұл Майнкрафттың 2-ші маусым 5-ші бөлімі. Ал бүгін кеттік Майнкрафт өмір сүру ойнаймыз. Крипер достар. Жоқ достар. Әрине біздің бау-бақшамызды крипер жарып кетті. Өкінішті жағдай әрине. Бірақ достар, мына осыны жармағаны дұрыс болды. Аулар. Әйтпесе аяқ су болып жатушы еді. Кеттік. Жөндеп көрейік ал. Өтірік жаба салайық достар, өтірік. Міне осылай. Аяқтан да алып көру керек. Міне. Қазір жаңағы шөпті алып келейін, почта алып қалған. Достар, міне осылай қауіпті. Біз қазір өзіміздің бау-бақшамызға мынандай территория, мынандайлармен қорғап қоямыз. Қауіпті болмау үшін. Бір жағынан қора да істеуге болады достар. Мысалы, сол қораның ішіне сиыр, шошқа, неше түрлі жануарларды кіргіземіз. Неше түрлі емес, зомби соларды кіргізбейміз әрине. Бізге ағаш керек енді. Өйткені мынандай қора жасаған кезде де бір жағынан есік керек. Ана бау-бақшаға да ашар шығар кезде есік керек қазір.
Ол үшін ағаш керек бізге. Ал мен ағашты ұрам, сындырам. Сындырып, ағаш алам. Міне. Кетті. Енді достар, тағы да ағаш ұрып сындырып аламыз. Өйткені маған тағы қора жасауға да осындайлар керек. Ол үшін ағаш керек. Сол ағаш пен таяқ. Сондай. Кеттік. Зомбидің дауысы шығып жатыр, достар. Қай жақтан шығып жатыр екен? Ол жетеді деп ойлаймын, достар. Кеттік. Осы жетеді деп ойлаймын. Бұл негізінде даже көп болып кетті деймін. 62. Достар, түн батып жатыр, мен үлгермейтін сияқтымын.
Енді ұйықтап көрейік. Иә, ұйықталды. Өйткені тез ұйықтасақ, тезірек күн шығады, сосын тезірек жұмысымызды бітіреміз. Майнкрафттағы. Ой. Міне осы есікті ашамасам күлкім келеді, өйткені әйтеуір бір бөлімде мен Адик кезетпен түсірдім. Я сол түсіргенде ол есікті ашамады. Бірақ Адик кезетте күлмей қойыңыздар, өйткені Адик кезетке Майнкрафт ойнамағалы көп болды. Адик кезет содан білмейді. Кішкене мұтық қойған. Майнкрафт ойнамағаны көп болған оның. Сондықтан оған ренжімеңіздер. Әрине мен фермамды, қорамды істеймін. Немене бітпейтін дауыс зомбидің. Кеттік басқа жер көрейік. Осы жерге. Бірақ мен қандай қора ашсам деймін, кімнің қорасын? Қойлардың қорасы ма, әлде тауықтікі ма? Білмеймін әзірше, бірақ осындай қора сала берейік әлі. Ойына бұзылмайды блоктар. Қисық қора бола берсін. Ештеңе етпес. Осында керек. Әлде шошқаныкын ашсам ба екен? Біреуін салып біттік. Енді мен тауықтың достар. Тауықтың қорасын істейін деп шештім. Ол үшін бізге андай шөп керек, тауықтарды шақыртып кіргізу үшін. Ашық қойын есігін. Жоқ, жауап тұра берсін. Өйткені ішіне шошқа неше түрлі кіріп кетуі мүмкін. О, достар, мынандай өсетін. Достар, мен кішкене қорқа бастадым. Өйткені мынандай крипердің дауысы естідіңіздер ғой жаңа. Тағы да бір жер жарып кетсе, мысалы, қораны істеген, оны жарып кетсе, қиын болады істеуге тағы. Кеттік. Мені тауықты шақыртып жатырық, әрине. Оның артынан шошқа да еріп кеткен сияқты. Ой, біз алыстап кеттік. Жүре. Мұнда кел. Болды, сен қақпандасың. Мына. Қалған тауықтарды өзім шақыртып нетіп алам, сіздер оған шейін сіздерге 1 секунд болатындай.
келіңдер. Мына достар, мен уже кіргіздім бәрін. Енді не істеймін? Видеоны бітірем осымен. Сіздермен болған мен Али Кизет. Бүгін біз сіздермен Майнкрафт ойнадық. Қызықты болды деген ойдам. Осыған енді лайк қойыңыздар. Осыған енді 9 лайк жиналса, достар, 9 лайк жиналса, мен осының 6-шы бөлімін 2-ші маусымын түсірем. Сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Али Кизет. Каналға жазылып лайк қойып кетіңіздер. Сау болыңыздар.